Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз алгебралық өрнектер, айнымалы және алгебралық қосынды. Алдымен осы үш ұғымды жеке-жеке қарастырайық. Бірінші, алгебралық өрнектер дегеніміз не? Оған бірнеше мысалды қарастырайық. Мысалға, 3n немесе a қосылған b, кейде x айнымалының өзі, тіпті x қосылған 4, осының өзі көбейтілсін -2-ге. Берілген өрнекті алгебралық өрнек деп атаймыз. Алгебралық өрнектің құрамына сандар, сонымен қатар амалдар, тіпті кейде жақшалар да жазуға болады. Осындай өрнектерді алгебралық өрнектер деп атайды. Кейде алгебралық өрнектің орнына, айнымалының орнына, яғни белгісіз а мен б-ның орнына мән берілсе, ол мәнді қойып есептейтін болсақ, бұл алгебралық өрнектің мәні деп аталады. Мысалға, 2 қосылған y болсын. Бұл жердегі y-тің мәні тең -3-ге. Яғни y-тің орнына -3-ті мәнді апарып қоятын болсақ, бұл алгебралық өрнектің біз мәнін таба аламыз. Яғни бұл жерде 2 алу 3 деген сөз, бұның мәні -1-ге тең. Яғни берілген алгебралық өрнектің айнымалы y-тің орнына -3 санын апарып қойсақ, яғни алынған өрнектің мәні -1-ге тең деген сөз. Енді бізге мынандай бір бөлшек сан берілсін. 5 бөлінген бөлімінде x -3. Бізге табу керек, бұл өрнектің қандай мәнінде алгебралық өрнектің мағынасы болмайды. Мағынасы болмайды деген сөзіміз бізде берілген бөлшек сан. Ал біз білеміз, санды 0-ге бөлуге болмайтын. Олай болса, бөліміндегі x -3 тең болмау керек 0-ге. Яғни x -3-ті тең болмау керек 0-ге. Онда x-тің мәні қай санға тең болмау керек? Яғни x-тің орнына 3-ті қойсақ, 3-тен 3-ті азайтсақ, бөлшектің бөлімі 0 болады. Ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Сондықтан бұл өрнектің мәні тек x-тің орнына 3-ті ғана қоюға болмайды дегенді білдіреді. Оны біз қалай қысқаша жазамыз? Яғни берілген өрнектегі x-тің орнына кез келген мәнді қоюға болады. Соның ішінде тек x-тің орнына 3 санын ғана қоюға болмайды дегенді білдіреді. Енді бізге тағы да бір мынандай бөлшек берілсін. Алымында 7a қосылған 5 бөлінген 2. Алымындағы a-ның мәні -3-ге тең болсын. Енді осы өрнектегі a-ның орнына -3-ті қойғандағы өрнектің мәнін табуымыз қажет. Олай болса, берілген өрнектегі a-ның орнына 3-ті қоямыз. Яғни 7-ні көбейтеміз -3-ге, қосамыз 5-ті. Және бөлшектің бөліміндегі 2-ге бөлеміз. Енді 7-ні -3-ге көбейтсек -21, қосамыз 5-ті, бөлеміз 2-ге. Алымында біреу оң сан, екіншісі теріс сан болғандықтан азайтамыз. Яғни 21-ден 5-ті азайтсақ, мәні -16-ға тең. 12-ге бөлсек, бұл өрнектің мәні -8-ге тең. Осындай берілген өрнектерді біз алгебралық өрнектер деп атаймыз. Енді бізге айнымалы деген ұғымды қалай түсінеміз? Екіншісі, барлығымыз тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін білеміз. Ұзындығы мен ені а және б арқылы өрнектеп жазатын болса, яғни тік төртбұрыштың суретін салайық. Ұзындығы а, ені b сантиметрге тең болса, онда бұл тік төртбұрыштың периметрі 2 көбейтілген а қосылған б-ға тең. Бұл жердегі периметрдің өрнегі 2 көбейтілген а және б-ның қосындысына. Олай болса, соңғы өрнегіміз тегі а және б, олар айнымалы, яғни белгісіз. Егер а мен б-ның мәні берілетін болса, онда ол айнымалылардың берілгендегі мәнін тапсақ, ол бізде берілген тік төртбұрыштың периметрін табамыз деген сөз. Ал осы өрнектегі а және б-ны айнымалылар деп атайды. Егер а-ның мәні 3-ге тең болса, 3 сантиметрге, б-ның мәні 1 сантиметрге тең болса, онда біз периметрін 1-ден таба аламыз. Яғни 2-ге көбейтеміз 3 пен 1 санының қосындысын. Сонда 4 болады, 4-ті 2-ге көбейтсек 8 сантиметрге тең. Яғни 8 сантиметр берілген алгебралық өрнектің а мен б-ның мәні, а-ның мәні 3 сантиметр, б-ның мәні 1 болғандағы мәні деп атаймыз.
Келесі алгебралық қосылғыштарды қарастырайық. Алдымен бізге алгебралық өрнектер берілсін. Мысалға, минус 3а, 4b, минус 5c және 13 саны. Бұлар әрқайсысы жеке-жеке алгебралық өрнектер болып табылады. Енді осы алгебралық өрнектердің барлығын арасына қосу таңбасын қойып жазатын болсақ, онда бұл алгебралық қосындыға айналады. Яғни минус 3аға қосамыз 4b-ні, қосамыз минус 5c-ні, қосамыз 13-ті. Енді алгебралық өрнектердің әрқайсындағы өзінің таңбасын қалдырып жазатын болсақ, яғни минус 3а қосылған 4b плюс б минус таңбалар ережесі бойынша бізге минусты береді, минус 5c қосылған 13. Осы өрнекті біз алгебралық қосынды деп атаймыз. Яғни бұл жердегі алгебралық қосындының а және б, с деген айнымалылар бар. Ал егер олардың мәні берілген өрнектің мәнін тапсақ, орнына қойып есептеп мәнін тапсақ, бұл берілген алгебралық өрнектің мәні болып табылады. Біз сіздермен қарастырдық алгебралық өрнектерді, айнымалыларды және алгебралық қосындыны. Келесі сабақта осы тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Әзірше сау болыңдар.